Сәлем достар, сіздермен бірге актер болам подкасты, оның жүргізушісі мен Гүлханым Қабақбаева, актриса актер болам мектебінің негізін қалаушысы. Бүгін біз подкастта актер болу үшін не керек, оның мотивациясын, қиындықтары жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бүгін менің қонақтарым, менің оқушыларым, бірінші курс оқып жатқан. Қош келдіңдер. Өздеріңді таныстыра кетсеңдер. Барлықтарына сәлем. Менің аты жөнім Советканов Расул. Мен Семей қаласынан боламын. Жасым 17-де. Қазіргі таңда Мадина Кульсейтова шеберханасында білім алып жатырмын. Сәлем достар, менің атым Айгерім, менің жасым 17-де, Қонаев қаласынан. Қазіргі таңда Болат Әбділманов шеберханасында сөз сөйлеу жанрының артисі мамандығында оқып жатырмын. Менің атым Тажигели Бейбарыс, Ақтөбе қаласынан болам, жасым 17-де. Расул менің группаласым, бірге оқимыз. Сәлем барлықтарыңызға. Менің есімім Әсем, мен жасым 17-де. Қазіргі таңда Дария Жүсіп шеберханасының, яғни музыкалық театр әртісімін. Барлығыңа сәлем, менің есімім Жасмин, жасым 17-де, Түркістан облысы Кентау қаласынан келдім. Қазіргі таңда Рахила Машурова шеберханасында оқимын, муздрама. Барлықтарына сәлем, мен Болатбекова Аруна, Шығыс облысы, Өскемен қаласынан боламын. Мұрат Ахманов шеберханасы, бірінші курс. 18 жастамын. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жұмабекова Айымгүл, Ақтөбе қаласынанмын, жасым 18-де. Қазіргі таңда Мұрат Ахманов шеберханасының бірінші курс студентімін. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Асемай, Атырау қаласынан болам. Жасым 17-де Мұрат Ахманов шеберханасында оқимын. Қош келдіңдер, қайтадан айтамын. Студент болуларымен құттықтаймын. Сендер бұйырса бірінші семестрларыңда аяқтайсыңдар. Құтты болсын. Стипендия алып жатқандарың бар, ақылы негізде оқып жатқандарың бар. Қалай студент өмір сендерге қалай? Керемет пе? Керемет. Өте керемет. Керемет. Мектеппенен студент өмірдің айырмашылығы жер мен көк пе? Әрине. Жер мен көк. Общежитияда оқып тұрып жатырсыңдар, квартирада тұрып жатырсыңдар, біреулер алматылықсыңдар, көбің жан-жақтан келіңдер. Алматыға тез үйренісіп кеттіңдер ма? Жоқ. Қиын болды ма? Басында көп қиналдық, бірақ қазір үйренісіп кеттік. Жақсы. Менің алғашқы сұрағым сендерге, актер болуға не түрткі болды? Ішкі талант, ол қайдан пайда болды? Не себеп болды? Сосын екінші сұрағым, бірден жауап бере кетіңдер, ең алғашқы менімен өткен сабақтарың. Актер боламын өткен сабақтарың қалай болды? Қане? Ал енді бірінші сабаққа келіп өтсек, ең басында бізде пробный сабақ болды. Гүлханым апаймен өте жақсы өтті. Гүлханым апай менің дауыс тембрімді барлығын Сразу айтқам, сенің даусың күшті. Сразу айтты, сенде талант бар, сен Жүргенов академиясына түсесің деп айтты, жігерлендіріп қойды. Сол жігермен осы академияға түстім деуге болады. Гүлханым апайға көп рахмет. Жаны. Неге актер жолын таңдадың? Мүмкін сенің анаң өнерлі ме, әлде әкең бе? Жоқ, мен өз таңдауымды өзім жасадым. Мен енді кішкентай кезімнен бастап осы актерлық шеберлікке деген көз қарасым, бай қарап тұрсаң, жақсы болды да. Ән айтатынмын, би билейтінмін, және де неше түрлі спектакльдарда ойнайтын ведущий болатынмын. Енді ең басында мен актер болатыныма былай нейтрально қарайтын. Ата-анам, туыстарым. Содан соң енді мен актер болам деп айта беретінмін де, в итоге көндірдім. Өзінің анамды көндірдім, содан кейін ары қарай дальше кете берді де. Біз бәріміз актер боламыз десек, сразу отбасы жақ буллинг жасайды. Қазір көбінде сол зат мазалайды. Туысқандары, ой, өнер жолын не істейсің таңдап, ой, актер болмай қой, петке түс, метке түс дейді. Сендерге көбілеріңе қарсы болды ма ата-аналарың? Жоқ, қарсы болмады. Қолдады, Қолдады, Аруна, сен қалай келдің? Неге актерский таңдадың? Мен негізінен кішкентай кезімнен сондай өнерге баулып өскен бала болдым. Биге, синхронды плаванияға барып, әртүрлі өзімді дамыттым. Содан кейін 6 жасымда жеңгем маған бұл жолды айтты. Яғни Аруна, бәлкім сен актерскийді көресің деп, ол енді ғана бүйтіп дамып келе жатқан кез болған еді. Сосын болам деп қалыптастырдым да, өсе келе болды, мен актриса болам деп жүрдім, бірақ яғни Жүргеновқа түсем, осылай болады деп ойламаппын.
уақыт өтті. 11 сынып қалай болып кеткенін білмеймін. 11 сыныпта ойланбастан Жүргеновқа түсетінімді білдім. Дайындала бастадым, ақпарат жинадым, сөйтіп өнер жолына келдім деуге болады. Жеңгем түрткі болды сондағысы. Екінші сұрақ мен өзімнің есімде қалғанын айтайын, иә. Аруна мен ең алғашқы сабағымды өткен кезде мен оның шашына дегенше, шашы ұзын, көзі бақырайған, бойы ұзын, нағыз актриса болатын қыз деген Арунаға. Иә, есіме түсті. Қобалжып жатырмыз енді. Екінші сабақ мен рекламадан көрдім, Инстаграмда көріп, өйткені шыны керек, Жүргеновқа түсер кезде ақпарат өте қатты керек болды. Яғни ол қандай академия деген секілді. Бұл жай ғана бізде ғана емес, көптеген түсейін деп жатқан оқушыларға керек ақпарат деп ойлаймын. Сол кезде алдынан апайымыз шығып, жаңағыдай номерін алып, сол кезден бастап мен дайындала бастадым. Бірінші келген кезде онлайн бізде сабақ болды. Сол кезде мен бір сабақтың ішінде өте үлкен ақпарат ала алдым апайсызден. Сөйтіп дайындалып Жүргенов академиясына түсіп кеттім. Молодец, кетті. Келесі. Давай, Жасмин. Мен бірінші мен көптеген блогтарды көріп бастадым. Соның ішінде маған өте қатты ақпараттар керек болды. Өте аз ақпараттар болды, өйткені Жүргеновқа қалай түсу керек, портфолио, оның бәрін ешқайсысын білмедім. Және мен өзім кеш дайындалып бастадым ғой, осы 11 сыныпта. Январьдан бастадым, иә. Сосын алдымнан сіздің блогыңыз шықты, соны көрдім. Бірінші пробный сабақтан кейін мен сразу өте көп ақпараттар алдым, қалай түсу керек, қандай документтер жинау керек. Бірінші пробный уроктан кейін мен сразу сізде оқимын деп шештім ғой. Жаным. Актерский сенде. Сен өзің әншісің. Мен әншімін, иә, мен 5 әншілік жолды жалғастырмадым. Неге актриса болғың келді? Мен театрға қатты қызығып кеттім. Мен 5 жыл өзім вокалда оқығанмын, 5 жыл бітірдім оқып. Сосын театрға қызығушылығым ашыла бастады. Сосын муздрамаға қатты түскім келді. Сосын Рахиля Машурова шеберханасына түстім. Именно Жүргеновқа түскім келді. Мен кішкентай кезімнен өзім актерлыққа қатты қызығам. Керемет, тамаша. Кеттік, Әсем. Менің жалпы актриса болғым келген себебі, мен бала кезден бастап 6 сыныпта шығар өнер жолында жүрдім, биге қатыстым. Сол уақыттарда кейін театр үйірмесіне қатысып, 9 сыныпта театр үйірмесін аяқтап, 11 сыныпта биді аяқтадым. Отбасы мені қолдады түгелдей осы өнер жолымды. Енді туысқандардан болды ғой. Не істейсің дегендей, ондай болды. Сенің мамаң күшті поддержка берді, иә? Имтихан кезінде Әсемнің мамасы бар ғой, қасынан талмай жүретін. Мен прям барып, ол кісімен амандасып, уайымдамаңыз, еш саспаңыз, қызыңыз түсіп кетеді деп. Міне, қазір Дария Жүсіп шеберханасында оқып жатырсың. Керемет. Ал алғашқы сабағымыз екеуміздің? Мен сол 10 сыныпта жазында іздей бастадым. Қалай тапсыру керек, не тапсыру керек деп ютубқа жазғам. Сол кезде сіз шықтыңыз. Сосын номеріңізді жазып, кейін 11 сыныпта шығар, или жазда ма, сол кезде мен сіздің пробный сабағыңызға қатысқам. Сосын бірақ 11 сыныптың ортасында бірақ сізге қатыстым. Сол кезде бір нені білем, қатты жылап. Бәрін жылаған. Оны айтпан. Оны айтам. Енді ондай процесс, нормальный процесс. Жылау, күлу, онсыз болмайды. Ол бізге мотивация береді ғой. Иә, содан кейін ғана ғой оқ. Жыламасам оқымайтын едім. Иә, нормально. Негізі менде драмаға тапсырам деп келгем, бірақ аяқ асты апай музыкальныйға тапсыр көр дегеннен кейін. Себебі, иә, муздрама, музыкальный данныйың болады да, сен диплом алғаннан кейін біліп барасың. Соған қатты қуанам, бағым осы жақта шығар деген сияқты музыкальныйға түскеніме. Керемет. Давай, Айымгүл. Мен сол жылы, мен 2017 жылы осы Алматыға жарысқа келем.
екінші сыныпта оқимын, кішкентай, бірақ көп баламен Міне келеміз. қызық. Сол кезде мен бір фотоға түскенмін. Мен өскен кезде сол әкем айтатын, бір фотоға түскем, бір шығармашылық бір білмеймін, академия ма, соның алдына фотоға түскенмін. Әкем сол фотоны көрсетіп маған айтады, мен саған осы кезде айтқан, мен қалай да болсын осы Айымгүлді өскеннен кейін осы өнер академиясына оқуға түсіремін деп. Папамның сол тілегі орындалып, мен қазір сол өнер академиясында оқып жатырмын. Мен солай 7 жыл бойы домбыра аспабын оқыдым, бітірдім. Мені көп ойлады, сол домбыра пәнінен сабақ беретін мұғалім болып, или колледжге түседі деп ойлады. Бірақ мен ол мектепте 9 класс оқып жүргенде тоже бірге қатар бітірем. Бірақ 10 сыныпқа келген кезде домбыраға бармаймын, үйде жатып қаламын ғой, андай бір түрлі болып қаламын. Қайыққа қатысам, сол кезде бізде андай ашылады, драма театр үйірмесі ашылады. Мен сояққа барып қатысып көрем, достармен танысам, уже мен қызығушылығым андай ашылып келе жатыр да, мен бұл домбыраны ұмытып кетем ғой. Мен болды, осындай театр актрисасы болам деп шешем. Ал апайда мен сол 11 сыныпқа келген кезде мен отбасым бәрі айтты, точно сен домбыраны емес, өнер жолын осы жол таңдайсың ба деді. Я, мен осы жол таңдаймын дедім, бірақ қалай түсетінімді білмеймін. Қалай дайындалатынымды білмеймін, бірақ былай білем. Конечно, барлығымыз бір ютубта ашамыз. Жүргенов академиясына қалай оқуға түсуге болады. Видеоларды қараймын, бір видеоны ашып қараймын. Что-то дұрыс түсініксіз. Қараймын, бір кезде Гүлхан апайдың видеосы шығады ғой. Мен сол Гүлхан апайға жазам, апай ең алғашқы онлайн сабақты, пробный сабақ қарандар деген. Ұстамай. Иә, біз сет ұстамай. Сосын апай мен жерлесім Ақтөбе қаласына. Сөйтіп, бірінші сабақта апай мен минустарымды, плюстарымды барлығын айтты. Бірінші сабақта жылаған жоқпын десінде. Сосын апай мен осы апайдың оқушының арасынан ең бірінші офлайн барған қызбын. Апай мені Ақтөбеде шақырады, осындай жерге кел, дайындаламыз деп, ең алғаш апаймен сөйтіп офлайн сабақ бастаған. Айымгүлді мен театрдың кулисінің жанынан гримеркада өткізіп, бизнес залында өткізіп, мен Айымгүлмен күніне 2 сағаттан дайындалатынмын. Ол сөйтіп өзінің ауылынан, Байғанин ауылынан, мен де Байғанинненмін. Айымгүл келеді, аптасына мектебіне сұранып келеді. Вот адамда желание. 4 күнде өтетін ғой. Ол сөйтіп өтетін. Келеді, 2 сағаттап дайындалады, жылайды, күледі, тер болады, ақ тер, көк тер, мен ұрсам, бүйтем, қырылсып, несіп десеп, әйтеуір дайындалатынбыз. Соның арқасында қазір Айымгүл грантта оқып жатыр, әкесінің қолдауының арқасында. Тамаша, кеттік, Асимай. Менің осы жолға келуімнің ең бірінші себебі анамның арқасы деп ойлаймын. Себебі анам ән айтады, осы салада сабақ береді. Және де осы анаммен біз түрлі мектепте шараларға қатысып, активистка болған болатын. Сахна маған қатты ыстық болды, осы жол жылы болды да. Ата-анамның, әкемнің арқасында қолдауымен осы жолға келдім. Және ата-анама осы орайда қатты алғыс айтқым келіп тұр. Ең бірінші сабақ, сол айтқандай Жүргеновке қалай түсем деп ойымдап жүрдім. Ең бірінші мақсатым Жүргенов болды әйтеуір, қызығып. Сосын қалай түсем деп аннан қарайсын, мынан қарайсын сөйтіп ойланып жүргенде, TikToktан сіздің видеоңызды көріп қалдым да, бірден пробный сабаққа жазылдым. Жазылған бойда сабақ өте түсінікті болды, мысалы, ең бірінші поэзиядан бастап түсіндірді да, сабақ біткеннен кейін бірден сіздің курсыңызды сатып алдым да, ата-анама айтып. Осылай бастап кеттік дайындықты, соның арқасында қазір оқып жатырмыз. Керемет. Бізде актер болам да, жалғыз мен емес, мұғалім, сразу айтайын, қасымда неше түрлі командада ұстаздар бар. Асимай бізде Лазиза Кеңеспай апайының оқушысы. Оны айтпасқа болмайды, айтып кетейік, кеттік қыздар, жалғастырамыз. Мен айтып кетейін, мен жалпы бұл жолды осы мұнда ғана емес, баяғыдан қалағам. Менде басқа таңдау болмады. Шынымен өмірлік таңдауымды мен сол кезден бастап кішкентайымнан жасап тастағам. Болды, актриса болам, и все, жабылды. Мамандығымды жалпы солай таңдағам. Ал сосын қазіргі таңдағы көп проблема ол бой. Мен үшін ең проблемный нәрсе сол бой болған. Менің бойым 160 где-то примерно. Но мен информациялардың барлығын оқыдым, барлық жерде 165 плюс. Сондай болды, сосын менде қорқыныш басталды. Осы мұнда басталды ол қорқыныш. 10-11 сыныптарда апайдан всегда сұрайтын, апай, бой маңызды ма деп. Мен шыны керек, басқа емтихандардан, ондайлардан қорыққан жоқпын. Менің ең бірінші қорқынышым сол бой болды. Сол
сол 160 боймен қазіргі таңда грантта оқып жатырмын. Соның дәлелі Еще старстамын, старстамын қазіргі таңда. Егер адамда қалау болса, сенің қорқыныштарың ол еш нәрсе емес екен, ол уақытша нәрсе. Молодец, мотивациялық. Мен кәдімгідей ең қорқынышты нәрсем болды. Андай емтихандарда, жаздық емтихан ондайды ойламайтын. Ой, бұл бой болса не болады, бой болса не болады. Тек сол болды уайым. Сол үшін уайымдамаңдар, бой болса да, қандай жер болса да, бұйырса түсесіңдер. Егер де шынымен қаласаңдар, сендердің өмірлерің сондай нәрсеге жазылған болса, сондай нәрсе жазылған болса, егер де бұйырған болса, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген бар ғой. Егер де шынымен сол нәрсе сендерге бұйырса түсесіңдер. Ал бірінші сабақ туралы айтатын болсам, мен бірінші сабақ шыны керек есімде жоқ. Негізі бірінші сабақта біз сразу поэзияны талдадық. Ары қарай уже сразу біздің оқитын нәрселерімді примерно наусаған келеді деп апай сразу бөліп тастады. Содан кейін ары қарай сабақтарды апаймен дайындалдым. Солай түсу жолым. Сондай болды. Есіме бәрі түсіп. Бәрі көз алдымнан өтіп жатыр деп. Менің есімде кеттік бейбарыс. Менікі вообще қызық. Вообще қызық, қазір қызықты айтады. Мен неше сол 4-ші класстан бастап тоже не істеп активист болып жүрдім. 52-ші мектепте оқыдым, есімде. 9-шы сыныпта КВНдерге не істеп, былай қатысып жүрдім. И сосын ойландым, колледжге түсейін ба, әлде 11-ші сыныпқа дейін до конца бітірейін ба деп. Сосын ойлана келе бір 2 аптама ойландым. И сосын 11-ші класс оқимын дедім. Как раз көшеде жүрген достарым барлығы 62-ші мектептен болды. Сол мектепке түстім. И бір 3 аптадан кейін мені Гүлсара дейтін апай, қазақ тілден беретін апайым мені көріп қалады да, айтады, бейбарыс, сен маған керексің дейтін. Айтам, неге десем, сен кішкене актерский талантың бар екен, сен маған Бауыржан Момышұлын ойнап берші деді. Ой, жақсы апай дедім да. Жүрім, андай ойлап жүрмін ғой, импровизациямен ұрып тастаймын, кетіп қаламын деп ше. Бауыржан Момышұлының фильмін қарап. Жоқ, сен бүйтесің, мен саған тегіс беремін, киіміңді не істей деп. Сосын нағашы әжемнен костюм сұрап, шалдарыс киім. Сосын базардан 2 күн морт іздеп, 50 теңге, сонымен зар болып, әйтеуір Бауыржан Момышұлымды көрсеттім. Сосын 1 айдан кейін қайтадан Оян қазақ дейтін сериал болған. Сол жақта Нығмет дейтін персонажды ойнағам. Сол кезде бірінші сахнаға шыққам. Мектеп кезінде. Иә, мектеп кезінде жаман стимул болды. Неміз бітет, ейлеміз, барлығын қол шапалақтары, зауч, директор бүйтіп көзім жасарып не істеп тұрмын. Визуализация. Иә, бүйтіп кайф алып тұрмын, шындай кайф екен десе. Сосын тұрдым да, жақсы, мен актерский мамандық болып кетсем ба деп жүрдім. Сосын отбасымен ақылдастым, осылай мен актерский кішкен талпынысым бар сияқты, мен Гүлсара апай байқап жүр дедім. Ой, смело түсе берді да. Жүрдім. Қалғанда келді. Қалғанда, қанша Гүлхан апай Алматыға 1 аптаға қалғанда ма, кетейін деп жатқанда. Гүлхан апай тауып аламын ол кезде. И Гүлхан апаймен бірінші сабақ пробный бізде неше, қаяқта болды? Театрда болды. Жоқ. Сіз театрдан шығып бараттыңыз ол кезде. Иә. Сосын паркқа қайтып бараттық, неге атылқайды? Остановкаға. Остановкаға бара. Сол жерде, сосын не туралы сөйлесіп едік. Сіз маған бірінші сұрағыңызды қойдыңыз, сен орысша білесің ба деп. Сосын мен иә дедім. Сосын сіз айттыңыз, сен рекетир андай фильмдер өтесің дедім. Сосын дедіңіз. Сосын кайф бандит боламын деп жүрдім. Сөйтіп айтыңыз апай. Рекетир дедің ба? Иә, рекетир андай бригадаларға өтесің, жақсы дедім. Сосын бірінші сағыңыз кетті. Сосын орысша материал кетті, басыма дым қонбайды, жаттамай келем, Гүлхан апай ұрсады сосын. Сосын мен қанша бірінші... 1 апта ма? Мен 3 сабақ қатыстым. 2 сағаттан ба қатыстым? Жоқ, біріншісі 1 сағат, екіншісі 2 сағат тақалғанда, кәдімгідей. Мен кетейін деп жатырмын Алматыға, өзі магистратура түсуге. Мына жақтан бейбарыс, мен үшін қиын болды ғой, андай. Дым білмеймін. Аз срокта келетін балалар болады, осы жер сияқты. Еще мен қандай бірінші балам ба офлайн? Ол қыз ғой, мен ұлмын ғой. Қолдардан, иә. Жангүл, мысалы, мына подкастқа Жангүл, Исағали, Тоғжан оқушыларымыз келе алмай қалды. Айта кетейік, аттарын. Димаш келе алмай қалды. Красавчиктеріміз. Исағали айта салшы мен деген. Группаласып отырайсың. Осы кезде абай бірден қосып кеткім келіп тұр. Сізде бір видеолар болған ютубта.
жаңағы Жүргеновқа қалай түсуге болады деген кезде мен бұрында бір кішкентай оқимын 7 ма 8 ба, сол кезде оказывается фотоға түсіріп алыппын. Жүргеновқа барған кезде проза, поэзия тапсыру керек деп. Бірақ түріңізді не помню, ну вот помню, что бірдеңке жазып алғам. Соны осы жылы білдім. Осы кезде ғана Айымгүлге айттым. Уақыт өтті, памятімді қарап жатырмын ғой, қарасам сіз тұрсыз. Оказывается, мен сол кезде сізді фотоға түсіріп алғам. 7-ші сыныбыңда ма? Скриншот. Ал қазір мысалға сіздің оқушыңыз болып отырмын, сонда көрдіңіз ба? Судьба ғой судьба. Тағдыр десе. ютубтан қараған кезде бірінші жылдарына қарайсың ғой, мынандай күн назад бір бәле деп тұрады. Сол кезде апай көп жыл бұрын салған, оказывается. Сосын 3-ші курсымда салдым оны. Вот 2021 ма сондай кез. Мен еще Айымгүлге айтам, ойлашы мен сөйтіп түсіріп алғам. Көп адамдарда менде талант жоқ. Мен актер болуға қорқам. Конкурент көп қой, да? Мысалы, шығармашылық емтиханға барған кезде 200-де, 300-де бала жүреді. Бір-бірлеріңе қарап, андай самооценкаларың түседі, өз-өзіңе сомневаться ете бастайсыңдар, иә? Вот сол кезде сендер қандай әрекет жасадыңдар, көңіл күйлерің түсті ме, қалай өз-өздеріңді жігерлендірдіңдер, вот давайте. Мен жауап беріп кетейін. Мен бағана сол бой туралы айттым ғой. Сол негізі проблема болды да. И маған Гүлханым апайдың бір-ақ сөзі әсер етті. Қазір қандай сөз айтайын ғой? Шыны керек, мен осы бойға байланысты, может, журналистиканы таңдасам ба деп апаймен всегда ақылдасып жүрмін. Апайға жылаймын ғой, апай не істеймін, мен не істеймін деп ше. Сол кезінде апай маған бір-ақ сөз айтты. Таңда өзіңде, бірақ арманыңды сатпа деп айтты. Сол сөзді мен үшін қатты мотивация болды. И мен ол сөзді қазір ғана осы 1-ші курсқа түстім. Қалай түстім? Сол кезінде ойланып отырмын да, апай маған арманыңды сатпа деп айтты. Мен арманымды сатпадым. Значит, жеттім. Сол себепті арманды сатпау керек деген нәрсені сол кезде миыма барып жетті ғой. Осы екен ғой ол деп. Соның дәлелі сол. Керемет. Ал кімде қандай не болды? Сәл іштей. Мен ойлаймын, алда тұрған мақсатқа жетпей қоймау керек. Менде тек сол стержен болып тұрды ішімде. Сол мақсатыма жетем деп. Және ентідан мен құлайын ба деп ойладым. Бірінші ентім менде 20 аз болды. Бірақ сонда да аз емес қой деп оны ішімде бір мотивация, бірдеңке тұрды. Және Айгерім айтып кеткен сөз бар ғой, монта маған айтқансыз. Мен жаңа арманыңды сатпа деп, мен оны еще блокнотыма жазып алып, мотивация қойып, өзіме сол мақсатыма жеттім ғой, әйтеуір. Адам алға қойған мақсатына жету керек. Сонда Жасмин, енті аса маңызды емес, иә? Айтшы. Маңызды деп ойлайсыңдар ма? Но көп фокус ентіға кетіп қалса, ал шығармашылық емтиханға фокус кетпей қалса, қалай баланс ұстадыңдар? Ұстау керек па? Айтыңдаршы. Ойлаймын, ұстау керек деп. Өйткені көбінде ентіға да қатты қарайды, шығармашылыққа да қатты қарайды. Бірақ адам жанып тұрса, іште актерлық шеберлігі прям қатты ұрып тұрса, оны алады. Ентісіне қарамай. Грантта оқып жүргендер бар бізде. Ентісі аз болса да. Мысалы, апай, мен өз басым былай істедім. Жаздан бастап, сіздің сабағыңызға дейін, қысқа дейін, бірінші ұбт-ны, ент-ны шешіп барлығын жаттап жүрдім да, ал қыстан сол экзаменге дейін сол актерский дайындалып жүрдім. Екеуін сөйтіп бөліп алып, сөйтіп араластырып, сөйтіп жүрдім. Ент-дан неше балл жинадың? Мен ент-дан 26 жинадым. Екінші ент-ымдан сосын 26 алып, қуанып, сүйінші сұрап сөйтіп кеттім ғой. Ол адам білмеймін қалай шықты, өзінен өзі не істеп кетті ғой. Кім 20-дан асырып? Мен де айта кетейін. Шығармашылық емтиханда мынандай момент бар да. Если адам ОБТ-ға дайындалмаса, ол үлкен бір минус болады. Өйткені шығармашылық емтихан ол максимум 100 балл береді. Ал грантқа түсу үшін сен как минимум 120 алу керексің. 120 баллдан жоғары ол уже грант болады. Ал егер де сен ОБТ-ны аз тапсырсаң, аз балл алып қалсаң, грантқа түспей қаласың. Сосын мен айтып кетейінші, осы ент жайлы мен 27 балл алған болатынмын. Қазақстан алтын белгімін, бірақ та мен платкада оқимын. Өмірдің заңы осылай екен, достар. Бірақ ешқандай мұнайған жоқпын. Өйткені былай болды менде. Мен Қазақстан тарихтан 20-дан 20 алдым да, оқу сауаттылығынан азалып қалдым. Өйткені мен шын оқу сауаттылығына мүлдем дайындалмадым. Мен тек қана тарих деп жүрдім. Және айтып жатыр ғой, былай да ент жайлы да мысалға Қазақстан тарихты оқу керек деп. Ол ент оқып
ой керек емес дейсіңдер, сендер былай Жүргеновқа түскеннен кейін СГД тапсырасыңдар, СГД-ның Қазақстан тарихтары болады, одан қашып құтылмайсыңдар, сол үшін оқыңдар. Мен өз басымнан қалай өтті, мен көп уақытты НТ-ға бөлген болатынмын. Мен өкінішке орай осы дайындығымды 6 айдан кейін бастадым ба, кеш бастадым тоже. Сол үшін мен келген кезде жаңағы менде қорқыныш болды. Өйткені мен келдім, менің консультация кезінде алғашқы келген адамдардың бірі болдым. Сол кезде балалардың дайындығын көрген кезде мен қатты уайымдап кеттім. Өйткені мен ойладым, мынау қалай болады екен, өйткені менің биім ешіне әлі дайын болмаған еді. Ал біз күнде көреміз, жаңағыдай әртүрлі конкуренция деген өте үлкен болды. Бірақ Аллаға шүкір, менің анам да, ағам да мені қатты поддерживать етті. Өте қасымнан табылды, Алматыға мен үшін келді. Сол кезде мен ондай жылаймын ғой, маған бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, не істеймін деп. Енді ол бәрінің басынан өтетін жайт, шыны керек. Сол кезде ағам бүйтіп айтты, сен өзің таңдаған жол ғой, давай мақсатына жет деген кезде бір сөз былайша айтқанда, бірақ та үлкен маған сабақ болды. Сол кезден бастап ештеңкеге қарамай осы театр факультетіне түсіп драманы таңдадым. Қараңыздар, ұбт тапсырдыңыздар, сертификатты алып, портфолионы әсем сияқты керемет қып, креативно портфолио жасап келдіңдер, консультация тап болдыңдар. Консультация кезі қалай, не істейсіңдер, не қып жүрсіңдер, түсініп жүрдіңдер ма консультация кезінде? Вообще жас ыстық қой, еще ыстық. Келесің, таңертең кірген кезде кешкісін шығасың, не болып кеткенін түсінбейсің, бір ай тура солай өтіп кетеді ғой, не істеп жүрмін деп ойлайсың ең аяғында. Хотя келесінде очередь тосып өтеді, біреуге қарап опыт жинайсың, мынаның қателігі менде болмау керек деген секілді уақыт өтеді. Бірақ өте ыстық, но қанша қиналып тұрсаң да мақсат жібермейді сені. Кәдімгі келе бергің келеді. Суббота, воскресеньеде ондай дайындалғың келіп. Консультацияда қалмау керек, өте үлкен ақпарат ала аласың. Өйткені мамандар тұрып айтады, мынау бүйту керек, мынау сөйту керек, мынауыңды жөнде, поэзияңды ауыстыр деген секілді өте үлкен көмек көрсетеді. Поэзия ауыстыр демекші, тақалғанда материал ауыстырып кеттік, осы біреулеріңмен мен походу материал ауыстырдым. Расулдың материалы қазақшадан түгел орысшаға ауыстырдық. Мен айта кетейін осы моментті. Жүргенов өнер академиясына келдім, жас, ыстық. Поездан енді түстім сразу. Жүргенов академиясының алдына келдік. Ата-анаммен мен шорты, майкамен жүрмін да. Содан кейін білмеймін ғой әлі Жүргенов академиясына қалай, жоқ, бірақ барлығы қара, майкымда қара, шортымда қара, бәрі қап-қара. Но енді кірдім академияға, қайда барам деп Гүлханым апайдан сұрадым. Осындай кабинетке барасың деді, Ерлан Біләлға аудиториясына кіресің деді консультацияға. Мен кірдім, барлығы маған бүйтіп қарайды, бүйтіп. Мынау кім кетті? Бәрі в шоке ғой. Мен кірдім, шорты, майка бәрі спец киіммен келген, отырды, қап-қара болып. Содан кейін мен кірдім, барлығы маған қарайды, Ерлан Біләл маған бүйтіп қарайды ғой. Мен шош кеттім да, барып отырдым. Ана жерде бір апай отырды да маған қарады да, былай келуге болмайды деді. Содан кейін жарайды деп шығып кеттім айту. Мен консультацияға бір апта қалған кезде ғана келдім. Қасында бір құрбым болды, өзімен келген қаламдан. Мен құрбым, сосын оның мамасы, мен мамам төртеуміз келеміз, не тапсыру керек деп. Кіреміз, сосын бізді бір апайды тоқтаттық та, сұрадық, қайда барып тапсырамыз, не қалай істейміз деп. Сосын жүріңдер, қазір бір неге кіресіңдер аудиторияға, сосын сендерге допуск береді дейді. Сосын біз әлі дайындалған жоқпыз. Допуск бермейді ғой негізі. Жоқ, бізге солай айтады да, допуск береді қазір деп. Сосын солайынан көресіңдер дейді. Біз кәдімгі киіммен, форма жоқ, спец киім жоқ. Сосын екеуміз көтеріліп баратырық да, бірімізге қарап, вдруг допуск алмай қалдық, не істейміз деген сияқты. Біріміз еще дайындалмағанбыз. Есінсі көтеріліп баратырық. Ол кісі алады да, бір аудиторияға кіріп кетеді да, жаңағы жерге шақыруға кіріп кетеді, біріміз қараймыз, лучше қашып кете салайық деймін ғой. Екеуміз жүгіріп шығып кетеміз академиядан. Өйткені ойладық, біз допускпен болса, киім жоқ, не дайындық жоқ, дайындалған жоқпыз дұрыстап. Қазір допуск бермей қалса, сонда болады деп екеуміз шығып кеттік, сосын келесі күні дайындалып келдік. Керемет. Консультация темасы бітті. Түсінікті, бір ай жүресіңдер, дайындаласыңдар. Енді шығармашылық емтиханға келдіңдер. Көбісі аз балл алды, көп балл алды. Стресс мықты, жауабын күткенше былай отырасың, фамилияңды іздейсің.
шығармашылық емтиханға кіргенде қобалжуың бар, су іше бересің, жүгіресің, там бір-бірден кіргізеді. Вот қалай? Өздеріңді қалай ұстадыңдар, қалай дайындандыңдар сол стресске? Шығармашылық емтиханның алдында 1-2 күн бұрын біз бәріміз кездескен болатынбыз, кездесіп торт жеп суретке түсіп, мен сендерді кішкене жігерлендіріп поддержка беруге тырыстым. Емтиханға кірдіңдер. Давай Жасмин. Сол сіздің поддержкаңызбен кірдік қой барлығымыз. Бірақ мынау қатты стрессовать етпеуге тырыстық. Мен өзім особо қатты андай не істеген жоқпын. Бүйтіп, тапсырам болды шығам. Солмен ғана келдім. Бірақ мен бірінші экзаменге бір қызық болады ғой. Таңертең ерте шығып кетем да, портфолиомды ұмытып кетем ғой бірінші экзаменге. Ал мен академиядан өте қатты алыс жерде тұрдым. Бір жарым сағаттық жер, оны таксимен алдыртам дегенше уже уақыт болып баратыр. Мен шығатын кезегім кеп баратыр да. Жақын жерде не бар екен? Копирум дейтін. Соған барып, тез басынан тақалған кезде, уже шығып бар жатқан кезінде портфолиомды доставкамен әкеп тұр ғой. Алдымда жүгіріп кіріп кеттім, уже тапсыруға кіріп бар жатқан кезде жетігенімді аудиторияда ұмытып кетем. Оған жүгірем, жетігенімді алымда кірем де, сәлеметсіз бе деп кірем ғой. Дым болмағандай. Бірақ бізде еще Infinity деген конкурс болып еді ғой. Соның екінші турына біз өтіп едік қой. Содан Мадина Күлсейітовна бізді танып қалған. Сонымен барлығы өздері таныстырып, жақсы болды негізі, конкурсқа қатысып жүріңіздер. Infinity деген конкурс ойнатады. Infinity конкурсы туралы ақпаратты сіздер ол Жүргенов сайтына немесе факультеттің Instagram парақшасынан қарап отырыңыздар. Ол қыс айында болады, Жасмин, дайындалып қатыстың ғой сен. Қалай болды? Infinity. Болды ау деймін. Февральда бірінші тур болды. Онлайн болды. Онлайн тапсырдық. Кәдімгі штатив қойып. Ол кезде де спецформамен тапсырдық. Лосины и черная футболка. Сонымен тапсырып, проза, поэзия барлығын сұрап шықты. Бірақ адамдар, біздің тапсыратын кезде адамдар өте көп болды. Содан менден проза сұрамады. Тек поэзия, этюд, ән сұрады. Сол үшеуін ғана сұрады. Сосын қарайым, уже март айында болды, 15 март айында екінші тур болды, Алматыға бардың? Алматыға бардым, қатты болды, қорқып. Алматыға кеп, Infinity'ді жақсы тапсырып шықтым. Infinity деген қыздар жігіттер ол муздрамаға және драмаға бір-бір гранттан береді, бір-бір ма, или бір ұлға, бір қызға деп па? Бір-бір гранттан береді. Сондай керемет конкурстар бар. Сол конкурстан кім грант ұтып алды, ол шығармашылық емтиханға келмейді. Иә. Бірақ грантқа түсу үшін ода енті балы жоғары болу керек. Максимум болу керек. Имейте в виду, қарап отырыңыздар, бақылап отырыңыздар. Тағы кім? Біз енді Бейбарыс екеуміздің оқиғамызды айтып кетейік, қалай болғанын. Ең басында біз келген кезде мен хостелда болғанмын. Хостелда сол жақта өзім анаммен жатқанмын, қарындасым бар қасымда. Содан кейін сол хостелда түнеп жатқан кезде шығармашылық емтихан кездері ғой, жақындап қалды. Содан соң Гүлхан апай жазады, осындай бала бар, Бейбарыс деген. Мен ол кезде Бейбарысты білемін да. Қасыңа ертіп ал деп жазады. Қасына ертіп ал. Содан кейін бұл бала, тұратын жер іздеп жүр дейді, Ақтөбеден келе жатыр дейді. Содан кейін Бейбарыс екеуміз сөйлесеміз, ол анасымен келеді, сол хостелда бірге тұрамыз, экзамендерға бірге барамыз. Содан соң біз ол кезде қазақша материал дайындап келеміз да, ең басында. Содан соң біз қайда баратынымызды білмейміз, сөз сөйлеуге барамыз, драмаға барамыз, бәріне барып шығамыз. Содан соң біз орыс группасына, орыс тобына неге кіреміз, консультацияға кіреміз, и бізді орыс группасына сразу тартып алып кетеді ғой, келіңдер деп. Содан кейін біз кіреміз, бізде түк дайын емес та. И өзіміз дайындаған бір поэзия, прозаны айтып береміз. Чудесные слова. Сондай айтып береміз де, бізге айтады, 12 күн қалады экзаменға дейін. Өздеріңіз енді ойлаңыздар, 12 күн. Ал біз осы қазақ материалды жарты жыл бойы, Гүлхан апай бар, енді бізге құйды, біз оны білеміз, енді орыс неге дайындалу үшін. Енді бізге сәл-пәл қиындау болады, 12 күн қалады. Біз қайтадан барлығын орысшаға ауыстырамыз да, осы 12 күн ішінде жаттап, до конца добивать етіп деген сияқты бәрін жақсы қылып шығамыз. Сосын орыс енді экзаменға айта кетейін, экзаменде қалай болды. Біз экзаменға кірген кезде қобалжып тұрдық, прям андай тырысып деген сияқты. Содан соң
экзаменға кірген кезде білмеймін, мен енді өзімді айта кетейін, кірген кезде бүкіл қорқыныштың бәрі жоқ болып кетті. Мен өзімді сахнаға шыққан. иә, сахнаға шыққан кезде бүкіл қорқыныш жоғалып кетті де, мен өзімді свободно өзімді көрсете алдым деп Керемет, ойлаймын. тамаша. Иә. Тамаша. Студентсіңдер, общежитияда тұрасыңдар. Группаластарың бар 40, 30, 20, білмеймін нешеусіңдер. Қалай аудитория, қалай сыйысып жүрсіңдер? Этюдтарларың қалай болып жатыр? Сол туралы айта кетсеңдер. Сабақ процесі, сахна тілі, жаттығу, фундамент болды ғой сендердің бәріңде. Вот сол туралы айтсаңдар. Давай кеттік, Жасмин. Сахна тілінде сізбен жаттығулар өтеміз ғой, соның барлығы болады. Және тағы да көптеген новый упражнениялар береді өздері апайлары, жақсы. Және қазір ертегі өтіп жатырмыз, әлі мысалдарға көшпедік, поэзия олар 2-ші семестрде болады ау деймін. Қазір ертегі особо қатты қиындық жоқ, тренингтар болып жатыр. Күшті негізі қызық өтеді сабақтар. Аудиторияға біз сыямыз, бізде 25 бала. Күшті ұлдармен де қыздармен де жақсы араласамыз. Мен аз этюдқа көп идея керек, көп идея алып келіңіздер. Ол үшін не істеу керек? Дайындалу керек, фантазия дамыту керек, көп наблюдениені көп жасау керек. Бір событие бола ма, все, закрепи деген ғой. Оны сен теориялық тілде емес, енді оқушыларға арнап қарапайым тілде айт. Бір қызық жағдай болып қалса, оны сразу бүйтіп бірінші впечатление қалай алып қалдың, қандай сезім болды, соны сразу өзіңге қайтып айтсам эмоциональный эмоциональный мышцыңмен жаттауға тырысу керек, андай еске сақтап қалу керек. Мүмкін сен жаңа iPhone алдың, қуандың да деп, соны сол эмоцияңды есте сақтап қалуың керек. Неге? Себебі сен алдағы бірінші курста, екінші курста сол эмоциямен өмір бақи өмір сүресің. Бізде этюд болып жатыр. Адами, жануар, оживление предмета. Көп фантазиялар керек. Неше түрлі адамдарды көресің ғой. Наблюдение, адамға наблюдение қатты жасау керек. Наблюдение автобуста, метрода, базарда, Зоопарк. Зоопарк, Керемет. Давай, Аруна. Бұл сөзді айтпасқа болмады енді, былай бастасақ болады. Ойлаш, группада 40 баласың. Біз 3 қыз Ахманов шеберханасында оқимыз, группаласпыз. Біздің группада 40 студент болдық, бірақ қазір 39 болып қалдық. Әлі талай шығады, енді ол солай. Білмейміз енді, әйтеуір. Біз 86-шы аудиторияда оқимыз. Ашимов шеберханасы бізге осындай аудитория қалдырды. Қазір олардың жолын қуып келе жатырмыз. Өте қиын, достар, шын айтам. Қалай айтса болады екен сондай. Оқуға түсу оңай. Оқуға түсу оңай болып қалады, оқуға түсу өте оңай екен Жүргенов академиясында оқығаннан қарағанда. Өйткені бұл дисциплина, еңбек. Кәдімгіше мамам бұрында айтатын, терлеп тепшіп табылған ақша, ол өте сондай тәтті жемісі болады дейді. Мен мамаға қасы келемді бүйтіп айтам, мама, сахнаға бір кірсең, шыққың келмейтін, терін аққанша дейін жұмыс істегің келеді деп. Балалар өте дайындалып келіңдер, сахна тіліне, сахна қозғалысына, элементарно шпагат болу керек, кувырок, оның бәрі өте сондай пайдалы және де керек осы академияға. Және де осы сөзімді айтып кететін, бізде шеберханада, яғни сахнаның төбесінде осындай сөз жазылып тұрады. Абай Құнанбаевтың атамыздың қара сөзі, өнерімен емес, мінезіңмен сиясын ортаға. Біз бәріміз бір үйдің еркесіміз, мәпелеп өсірген ұл қызымыз. Басында келген кезде бір ай менде өте адаптация болды, қиын кездер, өйткені ұқпайсың, не болып жатыр. Біз 1 сентябрьден бастап оқып кеттік, біз ешқандай посвящение деген болған жоқ ол кезде. Көзіміз бұлай әлі оқушы болып келдік қой мектептен, қалай ол деп. Таңнан кешке дейін жұмыс жасайсың, еңбек денесің. Суббота-воскресенье тағы оқисың. Кстати, суббота тоже оқисың. Бір айда, 3 ай болды оқып келе жатқаным, мен әлі ешқайда шығып көрмегем, тек қана сабақ, бәрімізде сол шығар. Сабақ. Бұл шын мас болып өнерге келсең, қалай уақыттың өтіп кеткенін білмейсің. Не только сабақ, мысалы, әсемдер, мен оқыған 69-шы аудиторияны
өзгертіп сахнаны былай ремонт, иә. ремонттаған, мысалы студенттер жүріп ремонт жасайсыңдар өздеріңнің Біз аудиторияларыңа. шығып стенаның бәрін Мгм. жуып кетеміз, сондай да бізде кәдімгі өзіміздің Дежурный бар. дежурный, иә. Өзіміздің сахнаның бәрін жуып кетеміз, өйткені өзіміздің барып еңбектенетін жеріміз ғой. Сол үшін академияда ол кәдімгі универ Бөлмейсің. емес. Ол да Иә. пол жуады, қыз да пол Иә. жуады. Осыны айтып кетейін дегенім, академияда ұл қыз деп бөлінбейді, бәрі бірдей, бәрі матриархат патриархат деген жоқ, бәрі бірдей. Ол өте дұрыс. Кәдімгі басына түсінбейтін бұл қалай деп, старшактарды уважать ету керек деген секілді, сондай Амандасу тығыз, иә, қарым қатынас. Деп. Бәріміз келген кезде шашу шашып бізге сондай қылып келеді. Өте күшті сезім, шын. Вот, Иә, давайте, ыстық. посещение. Сендерде старшак бар, Капустник, сендер иә. перваштарсыңдар, Мгм. балмұздақ. Старшактарың бар, екінші курс. Біздің старшагымыз Ахманов шеберханасының тықышы, яғни Тұңғышбай Тұңғышбай. Жаманқұлов Мгм. шеберханасы. Қалай болды посещение? Бардыңдар ма посещение? Иә, капустник па? Академияда капустник болды. Ең алғаш біз 1 сентябрьде келген кезде бізде барлық, тек өзіміздің старшактарымыз емес, барлық курс амандасуға келеді ғой. Бір-бірімен танысып, өздерінің өнерлерін көрсетеді. Біз барлығымыз бүйтіп қарап отырамыз ғой. Бізде мына шеберхана амандасуға келе жатыр, жиналыңдар дейді. Біз бәріміз тұра қаламыз да, жеке-жеке өзіміз таныстырамыз, қай жерден келгенімізді айтамыз. Бір-біріміз танысамыз, олар өздерінің өнерлерін көрсетеді. Біз тамсанып қарап, күшті сезім болады ана жерде. Ал капустник ол бір айдан кейін ба болды. Октябрьдің соңында болды. Капустник деген ол кішігірім концерт. Ол бізге арналған концерт. Перваштарға арналған концерт. Ол күшті болды. Ол жақында болды. Яғни үлкендер Иә. Жатақханада өмірді айтшы. Жатақханада тоже күшті. Ояқта да бізде Ахманов шеберханасының жартысы общагада жатамыз. Бізде 24-те 7 бір-бірімізді көреміз, бірақ андай қызық бір-бірімізден жалықпаймыз ғой. Андай таңнан кешке дейін академияда бірге болып келеміз. Академиядан келгеннен кейін общагада тағы біргеміз ғой. Бірге жиналамыз, бірге сабаққа дайындаламыз, шай ішеміз. Сабаққа ақылдасамыз, иә, көп нәрселерді бірге істейміз. Аға, іні, Бауырларымыз бауыр болып кетті ғой. Ең алғашында бізге сол бізден үлкен курстар бізге қарсы алып, типа осы жатақхананың балмұздағы первашы болдыңдар деп бізге күшті концерт қойып берді. Ал біз 1 айдан кейін осы жақында ғана біз сол үлкендерге біз қойдық балмұздақтар болып. Ал біз не істейміз? Біз общактың бүкіл әңгімесін академияға тыңдап отырамыз. Общежитиеда тұрған күшті. Мысалы, мен өзім тұрғанда кино вечер. Кино вечер, суббота күні, Иә. вторник күні пати. Кезекшісің, газ плитаны жуасың, полын жуып кетесің, мусор шығарасың. Түнгі 10-11 общежитияға кіруге асығасың, Нешеге дейін сағат? 11-ге дейін. Дискотека болады оларда. Мен қызығып, Айымгүл, видеозвонок қос көремін деп. Мен қызық кетсем, шын еткені мен тұрмаймын да общежитияда. Бірақ өте қатты қызық. Кеңес бересің, общежитияда тұрған. Тұрыңдар, 1-ші курс өте қызық болып жатыр. Ол жақта тұратын старшактармен танысып, старстылар, көптеген қызықтар болады. Және қарны ашып кетеді ғой. Бар, тамақ бар ма сенде, шай ішейік бірге, сабақ істейік бірге деп оны бір-бірлерінің комнатасына кіріп жүре бересің. Күшті академияда. Мен группам жайлы айта кетейін. Мен 1 сентябрь келген кезде бізде 38 бала болды. Оның 26-сы ұл, 12 ғана қызды. Бізде 26 ұлдың бәрі ірі денеледі. Үйтіп жан-жағыма қараймын ғой, мен кімдермен оқып жатырмын деп. Келесі бәрі гитарамен ән айтып отыр. Мен точно ойланып жүрмін ғой, точно өзім таңдаған жеріме түсінбей. Сосын келесі сол сахналарды өзгерттік, бәрін өзгертіп. Бірақ бізде общагада Ахмановтар сияқты жарты бала тұрмайды. 12 бала да. И то оның 3 ғана қыз, қалғандары ұл. Сосын енді жиналу қиын бізге. Шай ішу деген сияқты. Мен Ахмановқа қосылып кеттім. Басында мен бейбарыспен болғам, содан кейін квартираға көшіп кеттім. Барлығымыз старшактарымызды айтып шайық. Біздің старшагымыз ол Еркебұлан Даиров атындағы шеберханасы. Біздің прямой старшагымыз. Біздікі Рахиля Машурова шеберханасының старшактары, ол Ерлан Блаль. Жақсы көремін. Осиповцы, 3-ші курс. Біздіңкі Рахимовцы. Болды?
керемет. Общежитияның темасы бітті. Бірақ достар, үйде де тұрған күшті комфорт. Общежитияда тұрған күшті. Ойлап қалғандар енді. Иә, бөлмеңдер, пожалуйста. Бірақ қызық. Өте барғымыз келеді. Иә, общагаға негізі баруға стоит. Иә, бөлек вайб қой. Қазіргі таңда университеттердің общагасында тұру басқа, Жүргеновтың общагасы мүлде басқа. Екеуінің, мысалы, сабақ өтудің өзі, я общаганың өзі мүлде бөлек әлем. Басқа общагада тұратындар тоже қызығады ғой, қалай болып жатыр деп. Біз ол жақтағы вайбты түсінбейміз, олар біздің вайбты түсінбейді. Элементарный сабақ барысы. Мысалы айтатын болсақ, көп университеттерде сабағандай ғой, 9-да басталып 2-де бітеді. Ал бізде ондай әңгіме жоқ. Сағат 7:30-да академияға кірдік па, кешкі 9-да әрең шығамыз ғой. Еще оның өзінде шыққымыз келмей, апай, пожалуйста, қала тұрайықшы деп. Артымыздан түсіріп жібереді, міне мына курс қалып қалды түнде деп. Дарья Жүсіптің курсы сондай деп. Олар тиктокер көретін шығарсыздар, кәдімгі күштіктер түсіреді. Именно Молодцы. Вот тикток деген қыздар жігіттер, қазір біз сондай замандамыз, біздің заманымыз тез жүріп жатыр, байқайсыңдар ма? Ештеңе үлгермейсің. Сендердің құрдастарың әке-шешелеріңе машина беріп жатыр, біреу квартира алып жатыр да, если честно. Вот сондай тез заманда өмір сүріп жатырмыз, ал сондай тез заманда бәсекеге деген қабілеттілік болу керек адамда. Тикток, Инстаграм, бәрімен владеть ету керек адам. Себебі конкуренцияға адам дайын болу керек. Сол себептен де менен совет, артист ретінде ашылғыларыңыз келсе, тикток жүргізіңіздер. Ол керек. Олды біз келе салып, ял жүрсек те ойлаш деген бір тренд басталып кетті ғой. Сөйтіп, Айымгүл екеуміз тек жас келетіміз. Академияға қатысты қылып андай өзгертіп аламыз да, оны сабаққа келіп түсіреміз. Сосын оны тиктокқа саламыз да ұмытып кетеміз ғой. Тикток қай жерде түсіреміз десейші. Лестницадан көтерілетін жерде электр қорабы тұрады. Ашық қоямыз, бәрі бізге бүйтіп қарайды. Телефонды қойып былай билеп тұрмыз. Сосын өшіп салдық та ұмытып кеттім. Салып қойған бірақ монтаж жасап. Бір кезде кешкісін қарасам, телефонды тиктокты ашып қалсам, анау деген өтіп кеткен рекке бірнеше просмотр, лайк, сөйтіп Комментарийдің барлығы сұрайды, қалай түсіндер деп. Біз қазір ол мысалы келді, қазір өтсек те, не істесек те, мүлдем Жүргеновті оқымайтындардың бәрі үйіне ойлашса айтатын қыздары ғой деп айтады. Сендерге қызық айтайын, менің әкем сол видеоны қарап, мына сен оқушыларың ба деп, андай іші пыса сол музыканы тыңдап отырады менің әкем. Вот қызық. Солай болады. Сендер, айта ғой. Айт. Қызығы осыны капустникке қосады ғой, старшактар. Пираж движение. Вот қыздар жігіттер, қараңыздар, алдарыңызда отырған бірінші курс студенттері қандай еркін, қандай ұялу, комплекс жоқ. Ұялмаған, тағы да айтамыз, әртіс болады. Вот сендерге қазір әрқайсыларыңыз айтып шығыңыздар. Перфекционизм, стресс, ұялу, эмоция көрсетуге ұялу, қателесуге ұялу. Мысалы, андай адамдар бар, ол қателескісі келмейді. Бәрін идеально жасағысы келеді. Наоборот, біреулер бар, қателесіп, соңынан шикарный этюд или там шикарный зат көрсетеді. Вот сол жөнінде әрқайсыларың бір-екі сөйлем кеңес айтсаңдар. Вот дайындық процесіне, шығармашылық емтиханға дайындық процесінде не істеу керек, не затқа өкіндіңдер, не затты қалай істеу керек еді, вот об этом. Барлығы идеально болмайды ғой. Қателесуге жол беру керек өзіңге. Қаншама идеально істегің келіп тұрса да, негізі қателесесің ғой бәрі бірде. Қателесіп, зато опыт жиналады. Вообще одан самай идеально болып шығасың ғой негізі. Сол керемет болып шығасың. Қателесу керек. Кім қателеспейді, кім рисковать етпейді, сол жеңіске жетеді. Кімде қандай идея? Мен айтатын болсам, мен жалпы синдром отличника дейді ғой. Осы уақытқа дейін менде сондай нәрсе болған. 11-ші сыныпқа дейін мен қашан өтірік айтпасам бір 4-ші сыныпта ма 4 алып қалғам, сол үшін үйге келіп ойбай деп мен үшін андай кәдімгі стресс, сол кездегі андай кішкентай кезімдегі стресс. Шынымен мен 4 алып қалдым деп сондай нәрсе жасам. Еще соны келесі күні апайға барып 5 қылып түзетіп алғам. Содан кейін жоқ десең де сондай нәрсе болған. Ал академияға келіп түсіндім, оказывается, ондай жүрмейді екен біздің академияда. Себебі вот мен қателесуге қорқатынмын. Даже элементарный этюд көрсететін кезінде мен андай
күшті қылып көрсетпей артында отыра беретінмін да. Жоқ, потом көрсетем, до конца бітіріп алайын, содан кейін деп қана. Ал қазір бізде этюдты күнде ерекше нәрсе жасап алып келіп жатқан балаларда күшті этюдтар жасап жатыр. Ал егер де адам сондай өз-өзіне шектеу қойып, ой, келесі кезінде көрсетем десе, онда қалып қаласың, өзіңнің қатарыңнан қалып қаласың да. Ал солай қателесіп, өзінің қатесін түсініп жатқан адамдар үлкен жетістіктерге жетіп жатады. Ал сен солай, ертең көрсетем, одан кейін көрсетем деп сондай шектеу болып қалса, түсіп кетесің. Ал оказывается түсіндім, біздің академияда синдром отличника деген нәрсе жоқ екен, жүрмейді екен. Ол тек мектеппен солай қалады екен. Себебі кейбір университеттерде солай ғой, оқысаң болды, значит, қызылға бітіресің деген сияқты ше. Ал бізде ондай емес, бізде всегда процесс, сабақ оқу емес, қайта этюд көрсету, ән айту, би билеу. Оған оказывается қателесу керек екен. Баланс болу керек қой. Өйткені біз оқуға үйрену үшін түстік. Қателесу ол нормальное явление. Қателесудің арқасында біз бұл затқа жетеміз. Және де апай, мынандай нәрсе ғой, сабақтан мүлдем қалмаған дұрыс. Көп балалардың қазіргі таңда ауыр күрсінді ғой. үлкен проблемасы осы да, академиядан мүлдем қалған дұрыс емес екен. Өйткені мақтан қоя менде бір енбі жоқ осыған орай. Өйткені мен кәдімгі андай сахнадан шыққым келмейді. Сахнаға бір рет шықтым ба, болды. Көрсетсе бір қате болсын, сен түзейт болды. То сен өзіне опыт аласың. Және де біреу шыққан кезде ол нәрсеге қарап үлкен ала аласың да опыт. Сол арқылы ұялмау керек, шыға беру керек, және сабақтан мүлдем қалмаған дұрыс. Бір қалдың ба, целый теориядан қалып қалдың деп айта беруге болады. Қараңыздар, жалқаулық, тәртіп, ұйқы, дисциплина. Дұрыс бәрі солай керек. Осы жаққа кеп қана үйрендік қой дисциплинаға. Басында ұйықтағың келсе, сабаққа бармай қояйын деп, бүйтіп азанда тұрғың келмей, мұнда тұру керек қой. Академияға бару керек, ұйқы дегенді ұмыту керек қой. Біз андай комфортный жизньға үйреніп қалғанбыз ғой. Сол комфорттан кәдімгідей шығып кеттік қой, мынаяққа академияға түстік, шығып кеттік қой. Түстіңдер, солдат болыңдар, Кәдімгі солдатский Ауыруға болмайды ғой. Бізге ауыруға болмайды. Біздің ең үлкен проблема ол ауыру деп бәрі айтады. Шын масканы киіп аламыз да, ағай біз дайынбыз деп тұрамыз. Актерларда андай не бар? Спектакль болып жатыр ма? Сен спектакльде барсың ба кешке? Сен өліп қалмасаң ғана, сен келуің керек та? Өліп қал, пожалуйста, болды, спектакль жоқ. Ауырып тұрсың ба, сен құдай сақтасын, жақының қайтыс болды ма, сен обязансың спектакльді барып ойнауға. Ол сенің көңіл күйің жоқ па? Бұл ұйқысы қанбай қапты демейді. Командный жұмыс қой еще. Театр это коллективная работа. Вот сендер 40 бала, 30 бала, бәрің бір адамдай ашық сабақ көрсетесіңдер, бәрің бір адамдай емтихан тапсырасыңдар, Біреу жоқ болса қатты білініп тұрады. Осы туралы айтып кетсем, бағана айтып жатсыз ғой, ұйқы деп ше, академияға түсердің алдында ең бірінші денсаулықты дұрыс қаралып алу керек. Және ойланып түсу керек. Себебі бұл жер сондай дисциплинаға жақын жер болғаннан кейін денсаулық өте маңызды. Себебі мысалы өзіңді дайындау керек та қазірден 1-2 сағаттық ұйқыға күнделікті, одан артық емес. Егер де мысалы проблема болатын болса, бас ауру, немесе басқа жерің ауру, академияға түсудің қажеті жоқ. Себебі бәрібір уақытында шығып кетесің. Денсаулық өте маңызды. Актерларға сол үшін денсаулықты қарау керек. Солай денсаулығың мықты, прям жетем деп тұрсағанда түсу керек. Ал егер де ондай болмаса, онда арманыңды сатуға тура келеді. Себебі денсаулықсыз актер емес. Осы туралы айтайын. 1 сентябрьдің ортасына дейін ғой. Мен таңғы 5-те қалмай тұратын да, қасымда старшак, 3 қыз жатады да, старшак. Бәрі жарай айтатын да, сен қашанға дейін таңғы 5-ке дейін тұрады екенсің дейді. Мен уже 1-ші курстың соңына дейін тұрамын деймін ғой. Жарайды, көреміз дейді. Сентябрьдің ортасы болды уже. 6-ға көшті, 6:30-ға көшті. Общагадан шығатын кезде бір 10 минут қалған кезде ғана тұрасың. И то ұйқыңмен төбелесіп тұрасың ғой. Енді бұны ғана ойлайсың, болып басқа ештеңе ойламайсың. Бір ен болып қалсаң, минус 20 балл ғой уже. Алмауға тырысасың. Сол үшін келесі түсетіндерге советім 1-ші курс, хотя бы 1-ші семестрға дейін вообще енбей алмасаңдар, ол уже
қатты көмектеседі де мұғалім то есть апайлардың алдында сенің саған деген көзқарасы жақсы болып қалады. Дәрежең көп болады да, особенно СГЗ сабақтардан енді балмауға тырысу керек та, өйткені актерскийдан, қанша жерден, биден бәрінен мықты болып тұрсаң да, ертең сені қадап жібереді, ол СГ-де қадап жібереді. Қадап жібере ма? Иә, қадап жібереді ол. Жақсы. Просто сол арқылы ғана ғой, балыңды СГ-де көтеріп алу философия, керек. психология, Иә. тарих, орыс тілі, ағылшын. Оны бір-екі курс қана оқисыздар, дальше оқымайсыздар. Барлығымыз Жарты келіп, семестр. осы айта кетейін, академияға келгенде бәріміз таңғы 5-те тұрып, бірінші апта ғой Боянып. Иә. шашымызды істеп сөйтіп барып, одан кейін кешке қайтып андай күшті болып жүрдік та, уже сентябрьдің соңы шамаймыз ғой, уже таңғы 7-те тұрамыз, боянбаймыз, еш нәрсе керек емес, кейін спецті аламыз да шығып кетеміз. Мен сендерге қызық айтайын. Әсемнің Мен қасы жоқ. үшінші курста общежитиеда тұрған кезде қалай спецформамен келеміз, қысқы куртка ғой, мынандай етік, курткам мынандай, курткам мен етігім шешемді бүйтіп кроватьыма бүйтіп жата тұрам. Құрбым қасымдағы группаласым Ақбөбек деген, ол жуына тісін жуады, Гүлханым тұр, Бөбек, мен көзім жұмып жатырмын, просто мен армандап жатырмын. Мен армандап жатырмын, мен ұйықтап қалмаймын деп, сөйтсем солай тұрамын да, обратно бүйтіп қолым жуып солай академияға кететінмін. Сөйтіп бұл андай привычка болып кеткен ғой, 3-4 рет сөйтіп ұйықтап қала берем. Сондай қалай до конца не істеп кетеді. Сен театр, өнер деген ол сондай бір ауру іспеттес. Ауру, иә. Иә, ауру. Сен жан дүниеңмен Сүйесің, жақсы көресің, еріксіз. Ешкім сені не істемейді. Қалай? Мәжбүрлемейді. Сендер солай келдіңдер ғой осы жаққа, иә? 1% өнер, 99% еңбек кетті ғой. Мен де айта кетейін енді осы жерде. Ситуация. Айтайыншы. Мен өзім андай ұйқы бас адаммын да, өзі ұйқыға жатып алған сондай. Маған тұру просто қиын да ұйқыдан. Мен постоянно осындай привычка бар да, қазір 5 минут ұйықтай тұрайын, қазір тағы да бір 5 минут деп, солай. В общем, солай болатын да, мектеп кезінде де, былай кезінде де. Енді академияға келген соң өзгеру керек маған. Өзгердім деуге де болады. Қазір өзі академия алыс, мен өзі Сенде де тәртіпті ешкім жоқ болып қалды. Мен қанша қазір 5:30-6-ларда тұрамын, чтобы академияда 8:30-да сабақ басталады, соған дейін үлгеру керек маған. Сіздер бар ғой, ең бақытты жастарсыздар. Неге? Заман қазір өте еркін, бәрі керемет. Біздің ұстаздарымыз бізге өткен үлкен кісілердің әңгімесін айтып отырады ғой. Студент болып жүріп, 4 жерде жұмыс жасайтын деп. Дворник, вокзал, жүк түсіреді деп. Мысалы, сіздер өте бақыттысыздар. Стипендия қазір Құдайға шүкір. Тамақ бар, жоқ емес. Студенттерге неше түрлі жеңілдіктер бар. Бақытты жастарсыздар. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Жақсы оқыңдар, мен сендерге сенемін. Тек дипломдарыңды алып, бір театрға кіріп, киноға түсіп, рекетерға түсіп, бандит болып, бірің Томирис ойнап, Бопай ханым ойнап, мықты кино, мықты спектакльдер ойнап, мен сендермен мақтанып жүрейін. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Себебі актер болған мектебіндегі өзім бастағандағы жүрегіме жақын жандарсыңдар. Тағы да оқушылар бар, менде Шабытта, Тұранда оқып жатқан, просто Жүргеновте оқып жатқан оқушыларымды шақырттым. Сәттілік сендерге, қыздар, жігіттер. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Неше түрлі сұрақтарыңыз бар болса, комментария жаза кетіңіздер. Біздің Instagram, YouTube каналдарымызға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Все, біз сіздерді жақсы көреміз. Пока! Қалай? Нормально? Менде тағы айтатын заттарым көбейіп бара жатыр. Вы уже, да? Выключили, да? Сразу. Можете вот этот момент черно-белым оставить. Давай. Соңында амандасамыз. Давай. Мен берем. 1, 2, 3.
мұрат ахманов шеберханасы. Олар өздерінің приколдары сондай. Капустадан қалған. Майжектер деген тоже сендердікі ғой, иә? жүрек қой. Сөз сөйлеу мұздырауға кете берейін. Бұл сөз сөйлеу жаны, бұл сөз сөйлеу жаны. Тағы кімде қандай бар? Бізде қандай еді? Біз енді істей салайық, ойымыздан енді шығып жатыр. Мадина апай қараңыз. Ал Мадина Осы жаңа туған. Ал. Кішкене сылсың досым. Адамды жоқ болып қайтып. Қандай Бұны тек сахна тілі апайға істейтін едік. Мен өзім группаластарыма не істеп кетейін. Жандарым, группаластарым, мен сендерді жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Старшактарды да жақсы көремін. Қыздар жігіттер мына 4 жыл тез өтіп кетеді. Бағалаңдар, иә. Мен басымнан кештім. Сіздерге берер советім. Ренжіспеңдер, айғайласпаңдар, только позитив болсын. Бірақ апай бұл сөз Шикарно оқы. процесс жоқ. Күнде қырғыз ғой негізі группаның ішінде. Бірақ жақсы көріп тұрасың ғой. Жақсы көріп тұрасың, иә. Мен ағайымды жақсы көремін, қатты жақсы көремін ше. Тек ағайым дейсің. Группам туралы білмеймін, сен ойнап айтамын. Группамды да жақсы көремін. Жандарым алтын ғой, мен ана старосты болып қана түсіндім да группаның ана қадірін ше. Менің бір айтқан сөзімді қалдырмай кәдімгідей осындай группаға түскеніме қатты қуаныштымын. Қандай жақсылығым үшін түстім сендерге. Бақандай 38 балам бар. Өзімнің балаларым сияқты сепа. Жандарым. Молодец. Әйгерім алтын белгіммен бітірген, мықты қыз, прям еңбекқор, характер у нее отличный. Мен оған айттым, сен мен сияқты староста боласың, жетесің, давай, мықты берілмейді. Давай. Сол апай сіздің айтқаныңыз ғой, староста бол, лидер бол, анау. Мен алдында оқып жатырмын ғой, сіз екеуміздің сөйлескендерімізді ше, сол сізге жаздым ғой, сіздің айтқаныңыздың бәрі орындалып жатыр деп. Бұйырса бәрі орындалады. Соңғы сөзіңізді біз бәрін жақсы көреміз, бірақ апай сізге де үлкен рахмет. Осылай сыйлап, шақырып жатқандарыңыз Сөйлеші, оратор, отличный. разы болсын. Балалар, егер де бізді көріп отырсаңдар, бұл сендерге жолдама, актер болам курсы, бұл үлкен мүмкіндік. Апай, осындай апайлар барда пайдаланып алыңдар, білімдерін алып, осылай бізге Жүргеновқа, әртүрлі академия универдерге түсіп кеткендеріне тілектеспіз. Біздің перваштар боласыңдар. Біз перваштарымызға көрмей жатсыңдар, жақсы көреміз. Мысалы, сендер осы актер боламын бітірдіңдер. Общежитияда, мысалы, Жүргеновте бәрін бете қалдыңдар. Консультациядан басталды ғой. Иә, консультация. Жаным, давайте, мен де сендер жақсы көремін. Общежитияға кешіп қалмаңдар, соны ойлаңдар. Давай, тұрайық.